Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай көйлектің сборкасын жасайтын боламыз. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Міне мен уже шығарып алдым. А4 форматында шығардым. Фотобумаганың қалыңдығы 230 грамм. Сіздер одан да жоғары граммды қағаздар алсаңыздар болады, бірақ 230 грамм жақсы келіп тұр. Енді қазір мынау линиялар бойынша барлығын қиып шығамыз. Ақ сызықтардың бәрін қиып шығасыз. Міне көрсетілгендей ақ сызықтардың бәрін қиып шығасыз. Линиялары барлығы көрініп тұр. Егер осындай пакетиктің шаблондарын алғыңыз келсе, онда біздің каналға қосылыңыз. Толық ақпарат осы комментарийдің астында тастап кететін боламын. Міне барлық сызықтарын қиып жатырмын. Мен 5 полей шығардым. Егер де сіз с полями шығаратын болсаңыз, сіздің шаблоныңыз кішкене кішіректеу болады линияларға байланысты. Ал мына жерде мен 5 полей шығардым. Қарап алыңыздар қалай қиып жатқанымды. Ана жерін қимайсыз, мына жерін қиясыз. Мынау белый линияны алып тастасаңыз болады, канцелярский ножпен қисаңыз болады, немесе мен сияқты қайшымен де қиюға болады. Все, барлығын қиып болдық. Екіншісін дәл біріншісін қиғандай қиып шығасыздар. Міне барлығы көрініп тұр. Мына белый сызықты қалдырып қойсаңыз да болады, или кесіп тастасаңыз да болады. Мен қалдырып қойдым. Біріншісін қиғандай дәл екіншісін солай қиып шығамыз. Міне барлығын қиып болдым екеуінде. Енді беговкасын жасаймыз. Беговка обязательно жасау керексіз. Егер де беговкаңыз болмаса, онда шаблон сіздің майыспайды. Сол үшін обязательно беговка жасаймыз. Фотобумага 230 грамм. Глянцевая. Односторонняя, немесе двухсторонняя глянцевая алсаңыз болады. Именно на видеода односторонняя глянцевая келе береді. Мынау видеода толық сызықтар барлығы көрініп тұр. Тонкий сызықпен сол сызықтар бойынша беговканы жасайсыздар. Төбесіндегі жағын тоже осылай беговкасын жасап шығасыз. Міне барлығын линия бойынша беговкасын жасап шықтым. Енді майыстырамыз осылай. Қазір двухсторонний скотч немесе клейді аласыз. Мен двухсторонний скотчпен жұмыс жасаймын, маған ыңғайлы. Немесе клеймен де жабыстыра берсеңіз болады. Қазір бізге белый қағазын алып тастаймыз, сол кезде липкий слой қалады. Енді екінші бетті былай қоямыз. Мына жеріне қайтадан жабыстырасыз. Тоже клей немесе двухсторонний скотч. Белый слойын алып тастадым, липкий слой қалды. Енді бір-бірін келістіріп қосасыздар. Енді былай қосып болғаннан кейін бізге астын и жоғарғы жағын жинау керек. Мына екі крылышкасын түсіре саласыз и былай жаба саласыз. Міне астыңғы жағын былай жабамыз. Двухсторонний скотч немесе клей қайтадан мына жерін бір шетіне жабыстырасыз. Міне мен былай жабыстырдым. Все, астыңғы жағы бізде уже жиналды. Енді жоғарғы жағы қалды. Сіздерде ішкі жағы белый болып тұрады. Менде просто черновой вариант, сол үшін осындай. Енді қазір былай екі жағын ұстаймыз да дүзу қылып қиып шығатын боламыз. Міне төбесін. Бір-біріне сәйкестендіріп дұры қолмен тесіп шығамыз. Енді қараңыздар, міне екі тесігіміз, содан бізге ленточканы өткізу керек қазір. Міне ленточканы өткізіп, бантик ретінде жай ғана байлай саласыз. Біздің шаблонымыз енді толықтай дайын. Міне ішкі жағы жабық тұрады, өйткені ішінде крылышкалар болып тұрады. Астыңғы жағы былай. Өте әдемі, сіздер де жасап көріңіздер. Қазір сразу размерін айтып кетейін сіздерге. Былай санаған кезде бізде 14 сантиметр. Былай санаған кезде бізде 16 жарым. Полностью высотасын санаған кезде 22. Ішкі жағын санаған кезде 5 сантиметр. Видеомыз ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз.